Сізге өзіңізге қалай ыңғайлы? Алдымен қазақша, содан кейін орысша или аралас бола берсін ба? Қазақша айтайын бірінші. Давайте сөйтейік онда. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар және ұстаздар. Республикалық Айқанат олимпиадасының эссе жазудан дайындық эфирін бастаймыз. Эфирді жүргізетін Назым Сайранқызы, Challenge KZ жобасының жетекшісі. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіздер ме? Ең алдымен осы республикалық турға өткен барлық оқушыларды шын жүректен құттықтаймын. Алдағы республикалық турда сәттілік тілеймін. Рахмет. Айтыңыздаршы, бәрі естіліп тұр ма? Көрініп тұр ма, естіліп тұр ма? Эфирді сақтауға тырысамыз. Дейді, рахмет. Так, ең жиі қойылатын сұрақтардан бастайық. Ең біріншісі, эссе қандай форматта өтеді дейді. Бұл өте жиі қойылатындардың сұрақтардың бірі. Эссе бізде онлайн компьютермен жазамыз. Ондай онлайн форматта өтеді. Өздеріңіз білесіздер, біраздарыңыз екінші турдың эсселерін осы электрондық түрде жазған болатынсыздар. Тура сол формат, екінші турда жасалған формат challenge.kz порталында болады. Оған бұрын тіркелген балалар сол логин парольдарымен кіре береді. Ал егер мүлдем эссе жазу порталы туралы білмейтін, бірақ республикалық турға өткен балалар болса, онда challenge.kz порталына тіркелу керек. Рахмет. Екінші сұраққа уже жауап бердіңіз. Енді сол сайтқа қалай тіркелу керек, қай батырманы басу керек, көрсетіп жібересіз бе? Challenge.kz деген сайт кез келген браузердан қолжетімді. Міне, мына жақтан көрсетуге болады. Қазақшасын айтайық. Міне, браузерді challenge.kz деп тересіздер. Сіздерде мынада терезе ашылады. Бұл жерде сіздер жалпы жоба туралы, байқау шарттары туралы, қосымша материалдар, сұрақ-жауап бөлімі туралы барлық менюларды көріп тұрсыздар. Мына жерде міне сарапшылар туралы кішігірім ақпарат беріледі. Енді мен қазір өзімнің логиннан шығайын, сіздерге көрсетейін. Мына жерде логин деген батырма бар. Осы логин деген батырманы бассаңыз, мына жерде емейліңіз тұр, екінші құпия сөз. Егер сіз бұрын тіркелген болсаңыз, онда үстіне өзіңіздің электрондық поштаңыз тересіз, астына құпия сөзіңіз тересіз де логин дегенді басасыз. Ал егер осыған дейін тіркелмеген болсаңыз, онда сіз мына жерде тіркелу деген батырманы басасыз, регистрация. Мына жерде бірнеше сұрақтар қойылады: электрондық поштаңыз, пароліңіз, атыңыз, фамилияңыз, иініңіз міндетті түрде, мектебіңіз және қай ауданнан болатындығыңыз, сонымен қатар қай сыныпта оқитындығыңыз туралы мәліметтер толтырғаннан кейін мына тіркелу деген батырманы басасыздар. Тіркелу деген батырманы басқаннан кейін мына жерде сіздің аты жөніңіз пайда болады. Мен қазір өзімнің логиніммен кірейін. Мына жерде менің админ, мен администратормын. Админ деген менің атым шығып тұр. Сізде де осы жерде өзіңіздің атыңыз, не фамилияңыз тұрады. Анда сіз тіркелу деген сөз. Егер пароль мен логинді ұмытып қалса? Егер пароль мен логинді ұмытып қалсаңыз, онда бізге хабарласасыздар. Неліктен? Себебі сіз бұл сайтқа бір рет тіркеле аласыз. Яғни бір рет тіркелу деген сөз, сіз бір ғана иін ғой сізде. Сіз тіркелгеніңізде иін көрсетесіз. Иініңізді егер сіз қайталап тіркелгім келеді, паролін ұмытып қалдым, электрондық поштам ауысып кетті деп қайта-қайта тіркелуді баса берсеңіз, сізді бұл портал қабылдамайды. Себебі бұл иін уже тіркеліп тұр деген сізге ошибканы береді. Сондықтан егер де логин пароліңіз ұмытып қалсаңыз, онда ұйымдастырушыларға міндетті түрде хабарласуыңыз керек. Маған пароліміз бұрыс жасау керек, менің логинім ұмытып қалдым, маған тіркелуге көмек керек деген сияқты. Оған біз міндетті түрде жауап береміз. Міндетті түрде ұйымдастырушыларға міндетті түрде хабарласуларыңыз қажет. Рахмет. Енді үшінші кезеңде келетін тақырып қандай? Үшінші кезеңге біз енді осы заманға сай жалпы ғылыми технологиялардың даму заманы болғаннан кейін сіздер де қосымша қазір әлемде болып жатқан жаңа трендтарды, жаңа терминдарды, жалпы жаңалықтарды білсін деген мақсатпен инновация, технология, жаңа технологиялар, соның ішінде жасанды интеллект туралы беріп отырмыз. Ол туралы бұл республикалық байқау болғаннан кейін біз тек қана былтырғы сияқты
кілтті сөздерді не болмаса кейбір әдебиеттерге сілтеме беріп қойған жоқпыз. Біз осы тақырыпта әзірленген өте сапалы контент ұсынып отырмыз. Ол контент лекция түрінде, дәріс түрінде беріледі, не болмаса оның қысқартылған түрі бар, выжимка дейді, қысқартылып конспект ретінде жазылған түрі бар, және тура осы тақырыптарға түсірілген 2 видео бар. Оны өздеріңіз білесіздер. Қазір өте беделді Қазақстандағы танымал адамдардың бірі Саясат Нұрбекпен түсірген видео бар, қазақ және орыс тілдерінде. Осы видеоларды ұсынып отырмыз. Яғни сіздерге материал жан-жақты беруге тырыстық. Әрі аудио, видео, сонымен қатар мәтін ретінде де. Ол материалдарды қайдан табасыздар? Ол материалдарды біз мына эссе жазу порталында, челлендж порталында қосымша материалдар деген бөлім бар. Осы қосымша материалдардың ішіне кірсеңіз, мына жерде блог, видео курс, сабақтар, әдебиеттер деген бөлім бар. Блогқа кірген кезде 4-ші өндірістік революция дегеніміз не? Жалпы ол қандай түсінік? Неліктен біз оны революция деп айтамыз қазіргі заманда? Және дәрісі бар, бірінші, екіншісі конспектісі бар. Екінші біздің тақырып жасанды интеллект. Жасанды интеллект дегеніміз не? Оның қазір біздің қоғамға тигізіп жатқан әсері қандай? Жалпы роботтардың адамның қызмет беру әрекеттерін алмастыра ала ма, алмастыра алмай ма деген тақырыпта дайындалған дәріс, және осы дәрістің қысқаша қысқартылған түрі конспект берілген. Енді эссе байқауының республикалық кезеңіне дайындық материалдарына кірсеңіз, мына жерде негізі кілтті сөздерді де беріп отырмыз. Оны қазіргі заманның жаңа сөздігінен де қарасаңыздар болады, интернеттен, басқа да қайнар көздерден іздесеңіздер болады. Ол жасанды интеллект, жаңа технология, инновация деп аталады. Егер де мына 2 тақырыпқа қызықсаңыз, мысалы 4-ші индустриялық революция, жасанды интеллект өте қызықты дәрістер екен, бірақ та мен сол дәрістерден қосымша осы дәрістерге қосымша тағы да ақпарат алғым келеді деген ниет білдірсеңіз, онда біз мына 4-ші промышленный революция дегеннің қазақша Клаус Шваб деген әлемге танымал кітаптың қазақша да, орысша да версияларын салып қойдық. Оны ссылкасынан, көрсетті сілтемесінен алып оқи аласыздар. Бұны енді қосымша ақпарат ретінде оқысы келетіндер. Ал негізгі ақпарат 4-ші өндірістік революция және жасанды интеллект. Осы 2 тақырып. Сонымен қатар, мына қосымша материалдардың ішінде видео курс деген бөлімге кірсеңіздер, видео курстардың ішінде 4-ші өндірістік революция мен жасанды интеллектке арналған видео дәрістерді көресіздер. Жаңағы жоғарыда айтып өткен дәрістерді көре аласыздар. Жақсы. Бұл дайындық материалдарын оқушылар сіздер Айқанат сайтынан да көре аласыздар. Яғни Айқанат сайтына кірдіңіз, енді үшінші. Эссе жазуға дайындық деген батырма бар. Дайындықты бастау үшін осы батырманы басыңыз. Бүкіл жаңағы Назым айтып кеткен тақырыппен дайындық материалдары осы жерде берілген. Ақпарат қазақша және орысша тілде бар. Так, мына жерде сұрақтар қойып жатыр екен. Эфир орысша болады, да, эфир на русском будет, только мы закончим сначала на казахском и потом пройдемся по той же информации на русском языке. Хорошо, оставайтесь с нами. Так, енді соңғы сұрақ, республикалық тур алдында нені қайталаған жөн? Яғни эссені дұрыс жазу үшін не қайталаған жөн, және қандай критерийлермен бағалайсыз? Құрметті оқушылар, осы республикалық турға қазір дайындық жүргізіп жатқан оқушылар. Өкінішке орай, осы 2-ші турда да көп адамдар осы эссеге қалай дайындалу керек, қандай материал оқу керек деген тапсырманы соңына дейін орындамағанына көзіміз жетіп отыр. Барлық материалдар текст түрінде де, видео түрінде де осы challenge.kz порталында беріліп тұр сіздерге. Ол мына әдебиет бөліміне кірсеңіз, әдебиет бөлімінде оқушыларға арналған 1-ші сабақ, оқушыларға арналған 2-ші сабақ деп көрдіңіз бе? Эссені неден бастау керек? Эссе кіріспесін қалай жазады? Эссенің негізгі бөлімін қалай жазу керек? Эссе қорытындысын қалай жазу керек? Эссені тексеруге бергенге дейін оны не үшін редакциялау керек деген 5 түрлі тақырып бар. Бұл жерде әрбір эссенің бөлімін егжей-тегжейлі түсіндіріп береді. Кіріспе бөлімі қанша сөйлемнен тұру керек? сөйлемнің өзінің атқаратын функциясы қандай? Ол жалпылама сөйлемдер емес.
Ол жалпы ойды білдіре салатын бірнеше 5-6 сөйлемнің сөйлемнен ғана тұрмайды. Бұл жерде 5 сөйлем, 6 сөйлем болса, әрбір сөйлемнің өзінің атқаратын функциясы болады. Негізгі бөлімге қалай жазу керек? Негізгі бөлімдегі қанша абзацтан тұру керек? Әрбір абзац қандай сөздерден басталған дұрыс? Клишелар. Қанша аргумент болған дұрыс? Аргументті қалай құрастырамын? Әрбір аргументті қуаттайтын фактілерді қайдан аламын? Әр бөлімі, әр абзац қанша сөйлемнен тұру керек? Мысалы, эссе жазған кезде сіздер әрбір сөзді санап отырмайсыздар ғой, 300 сөз жазу керек екен деп бүйтіп санап отырған сіздердің дополнительный уақытыңызды алады. Ал егер сіз оны конструкциясын бірден білсеңіз, мен абзацта 6 сөйлем жазам, екінші абзацта 6 сөйлем жазам, үшінші абзацта 7 сөйлем жазам деп примерно белгілеп алсаңыз, сіз уже эссенің қанша сөзден құралғанын примерно уже білесіз. Құрылымын. Сондықтан да өте маңызды нәрсе, осы әрбір абзацтың атқаратын рөлін білуіңіз. Ал қорытынды эссенің қорытынды қалай жазу керек? Эссенің қорытынды бөлімінде қанша сөйлемнен тұру керек? Әрбір сөйлемнің атқаратын өзінің рөлі бар. Негізгі бөлімнен қорытынды бөлімге переход дейді, мостик дейді. Ол не? Оны қалай жасау керек? Техниканы. Ана кіріспеде жазылған оймен қорытындыдағы беретін тұжырымның арасында қандай байланыс болу керек? Соның барлығы сіздер техника түрінде егжей-тегжейлі жазылып тұр. Қандай қателіктер көп кетеді? Кім қандай, мысал, былай жазғанда қате болады, а былай жазғанда дұрыс болады деген мысалдар өте көп келтірілген біздің сабақтарда. Сондықтан сіздерге дайын материалдар беріліп тұр. Сонымен қатар құрметті осы республикалық олимпиадаға балаларын дайындап жатқан мұғалімдер, сіздерге де өте үлкен өтінішім бар. Мына жерде сіздерге де арналған эссе жазуды үйретудің технологиялары атты 5 түрлі сабақ түсірдік. Ол мына PDF форматында көшіріп алсаңыздар да болады, оқып алсаңыздар болады. Не болмаса, мына видео бөлімде, видео курстардың бөлімде сіздерге арналған, мұғалімдерге арналған сабақтар барлығы тұр. Видео ретінде көрсеңіз болады. Түсіндіріп береді сіздерге дәріс ретінде. Оның да балаға эссе жазудың технологиясын, үйрету технологиясын егжей-тегжейлі түсіндіріп беріп тұр. Өкінішке орай көп балалар эссені шығармамен шатастырады. Кейбірі тура шығарманың құрылымы сияқты жоспар құрып алады да, әдеби, көркем, тілді, керемет, әдемі бір көркем әдебиеттік жанрдағы бір шығарма жазып береді. Әрине, баланың сөздік қоры әдемі, өте тамаша, әдеби тілмен сөйлейді, бірақ ойнақ емес, өте шашыраңқы, бір мақалдың мағынасын ашам дейді, бүкіл эссенің сөзін соған кетіріп алады. Негізгі өзінің идеясын бере алмай қалады. Жалпылама бір жаса Қазақстан, не болмаса алға Қазақстан жастары жасасын деген жалынды сөздермен аяқтай салады. Яғни нақты бір тұжырым ол жоқ. Ол да бір шығарманың кейбір элементтері кетіп қалып жатады. Сондықтан да ең бірінші балаларыңызды осы эссе жазуды дайындық кезінде эссе жазудың технологияларын өзіңіз меңгеріп алыңыз керек. Қалай үйрету керек? Эссенің шығармадан айырмашылығы не? Әрбір бөлімін кіріспеден бастап қандай клише сөздерді қолдану керек? Қандай клише сөздерді қолданбаған дұрыс? Қай жағына сіз ойды анықтау үшін аргументтерді қалай жаздырту керек? Аргумент дегеніміз не? Фактыны қайдан алу керек? Осының барлығын үйрететін балаларға сіздер. Сондықтан баланың жеке әрине дайындығынан бөлек, баланы кәдімгідей осы технологияларды меңгеріп алып, баланы осы технология негізінде үйрету керек. Бұл технологиялардың барлығын өте білікті мамандар әзірлеген Евразия ұлттық университеті мен мына біздің Қазақ гуманитарлық заң университетінің кафедраларының академиялық жазу және оқу кафедрасының доценттері және біздің жоғарғы санатты мұғалімдердің қатысуымен жасалған өте үлкен материалдар. Бұның барлығын меңгеріп алғандарыңыз дұрыс болады. Жаңағы дайындық материалдарды тағы бір рет қайталап жіберсеңіз, қандай сайттан көруге болады? Challenge.kz, видео курстар, видеоларын оқисыздар. Әдебиет деген бөлімде осы видео курстардың мәтіндерін PDF форматында көшіріп принтерден басып оқып аласыздар ма, әлде компьютерден оқисыздар, оны өздеріңіз білесіздер.
Яғни, құрметті оқушылар, қайталап айтамыз. Егер эссені жақсы жазғым келеді, жеңімпаз болғым келеді десеңіз, алдымен сіз екі нәрсе оқуыңыз керек. Біріншіден, эссені қалай жазу керек, сол ережелерді оқыңыз. Екіншіден, берілген тақырып жасанды интеллект. Сол жасанды интеллект берілген тақырыпқа берілген оқу материалдарын оқып дайындалыңыздар. Жаңағы осы дайындық материалдары challenge.kz сайтында бар. Рахмет. Енді орысша бастайық. Приступим на русском языке. Да, у нас есть ученики, которые пишут эссе на русском языке. И я приветствую вас, уважаемые ученики и учителя. Наш прямой эфир по подготовке к республиканскому туру по эссе ведет Назым Сайранқызы. Она руководитель проекта Challenge.kz. Так, самый основной вопрос, который нам задают, это в каком формате пройдет эссе? Добрый день, уважаемые школьники, а также учителя. Разрешите вас поздравить с вашей победой. Ждем вас на республиканском туре. Надеемся, что вы придете туда с хорошей подготовкой, с хорошим багажом знаний. Формат проведения республиканского тура конкурса эссе планируется провести онлайн через портал challenge.kz. Многие конкурсанты второго тура писали онлайн на нашем портале. Те, которые уже писали в онлайн, можете пользоваться тем же логином и паролем, повторно регистрацию проходить не надо. А те ученики, которые еще не зарегистрированы в Challenge.kz, они должны будут зарегистрироваться. Покажите, как нужно зарегистрироваться, чтобы... Регистрация через любой браузер набираете challenge.kz, у вас откроется такая вот страница. Сейчас на основную страницу перейду. Вот такая вот страница. Вот адрес видно, challenge.kz. Здесь появится окно логин. Те, кто уже зарегистрировались, сверху набирают логин, снизу пароль, нажимают на кнопку логин. А те, кто еще не зарегистрировался, нажимайте на кнопку регистрация. Перед вами откроется вот такая вот анкета, электронная почта, пароль, имя, фамилия, ИН, номер телефона, область и класс нужно указать. Нажимайте на кнопку зарегистрироваться. Бывают такие случаи, когда во втором туре, по крайней мере, очень много было случаев, когда ученик забывает свой логин или пароль, начинает заново регистрироваться, и постоянно к нам звонили, что программа просто не принимает этот новый логин или пароль. Дело в том, что один ученик может зарегистрироваться один раз, потому что в конкурсе может принять один человек с одним именем. И когда вы нажимаете еще раз, хотите зарегистрироваться еще раз, вы набираете тот же ИИН, тот ИИН уже зарегистрирован на портале. Поэтому программа показывает там ошибку регистрации. В этом случае, если вы вдруг забыли логин и пароль, лучше позвонить координаторам и попросить, чтобы вам сбросили пароль и логин, и чтобы вы могли заново войти на этот сайт. Да? Если самостоятельно не получается. Если самостоятельно получится, то вы, конечно, можете менять пароль. Но у многих почему-то вот самостоятельно не получается. Имейте в виду, уважаемые ученики, если вы забыли пароль, там есть рядом кнопочка «Забыла пароль» или «Забыл пароль». Нажимаете на нее, и на вашу почту должна прийти подсказка, которая поможет вам зайти на сайт. Если же и это не поможет, тогда просим обращаться к координаторам Challenge.kz. То есть внутри сайта они должны скинуть пароль, сбросить пароль, чтобы вы смогли заново зарегистрироваться, используя ваш ИИН. Надеюсь, этот момент понятен. Так, третий вопрос. На какую тему будет эссе и где можно найти материалы подготовительные? Тему эссе вы можете найти на портале Challenge.kz в разделе «Ресурсы и материалы». Мы предоставили вам несколько дополнительной литературы. Тема материалы, подготовка. Да? Ключевые слова: искусственный интеллект, новые технологии, инновация. 3 ключевых слова.
И лекция четвертая промышленная революция, лекция, четвертая промышленная революция, конспект, это выжимка этой лекции. Здесь есть вопросы для рефлексии, контрольные вопросы, ответив на которых вы можете закрепить тему. Да? Есть еще следующая тема искусственный интеллект, лекция, также искусственный интеллект, конспект. Кроме того, в разделе «Видеокурс» мы вам предоставили видеолекции на эти темы. Четвертая промышленная революция и искусственный интеллект, читает его Саязат Нурбек. Можете открыть и послушать его лекцию. Так, это вот видеокурс и блог. То есть вся необходимая вам информация, уважаемые ученики, находится в этих двух вкладках, блог и видео, на сайте challenge.kz. Если вдруг вы захотите подготовиться через сайт iCanat, да. то здесь тоже есть в разделе русской версии зайдем. Подготовка к эссе. Вот, это основная первая страница. Нажмете на третью кнопочку, и здесь есть нажать для того, чтобы подготовиться. И здесь даны тема, а также все подготовительные материалы. Ссылки на материалы, да? Ссылки на все материалы. Спасибо большое. Так, следующий вопрос. На что вы обращаете внимание при оценивании и в целом, что нужно повторить перед тем, перед подготовкой, перед написанием эссе? При проверке эссе мы проверяем все. То есть первый критерий – это оформление эссе, да? То есть оформление эссе – это объем, ошибка, соответствует ли требованиям, да, эссе, соответствует ли объем, может быть, есть какие-то орфографические, пунктуационные ошибки, смысловые неточности, логическая какая-то ошибка, да? В первую очередь мы проверяем требования оформления эссе. Второе, мы проверяем язык и стиль, то есть мы проверяем академичность текста. То есть здесь выдержан ли вообще в целом стиль академического эссе, да? Использованы ли слова и термины, которые мы давали, вот где ключевые слова, которые встречаются в этих лекциях, в конспектах, да? Словарный запас, раскрытие темы, есть ли какие-то стилистические ошибки, делает ли ребенок какие-нибудь там логические ошибки, да? Приемы, богатство словарного запаса. То есть вот это все у нас оценивается как критерий язык и стиль. Третий критерий – это выражение авторской позиции. Это очень важный критерий, именно чтобы основной вывод заключения, чтобы вы могли использовать ваши собственные доводы, чтобы была ваша собственная точка зрения по этому вопросу, и обязательно, чтобы была отмечена перспектива, то есть влияние этого рассматриваемого вопроса на вообще общество, на мировое сообщество. Да? К сожалению, многие делают ошибку, когда замыкают темы касательно себя. Там, я мечтаю, я считаю, что я личность, я считаю, что это для меня будет хорошо. То есть от «я» нужно выходить на общее, то есть мы, да, мировое сообщество, Казахстан в целом. То есть такие перспектива должна влиять именно на широкое общество. Это у нас заключение должно быть. И четвертый критерий у нас логика изложения, структура, доказательность именно основной части. Здесь уже мы смотрим на четкую структуру основной части. Если вы ознакомились с материалами наших курсов, которые мы подготовили для вас на портале Challenge.kz, там есть описание, как нужно писать основную часть эссе, сколько абзацев должно быть в основной части. К сожалению, некоторые наши ученики вообще не знают, что такое абзац. У них сплошной текст. Мы не знаем, где уловить основную идею, где аргумент начинается, где она заканчивается. То есть основная мысль где-то в начале, а потом они где-то делают заключение, это где-то в конце. То есть нет какой-то логической структуры. Поэтому мы будем смотреть, выдержан ли абзац, сколько там предложений.
использует ли доказательства, да, или имеет ли, допустим, какие-то факты слишком обобщенные варианты, да, слишком обобщенный характер. Также хотелось бы здесь в основной части более четко, конкретно подсказать вам, что не нужно писать переписать содержание того материала, который вы прочитали. Это очень большая ошибка. Вы должны изложить свою точку зрения, во-первых, во-вторых, в-третьих, указать свои аргументы, и только чтобы обосновать свой аргумент, можете в качестве примера приводить те материалы, которые мы вам даем дополнительно. И не думайте, что вы должны приводить примеры исключительно те материалы, которые мы вам даем. Вы можете находить любые другие источники касательно этой темы. Это, наоборот, будет хорошим плюсом. Да? И пятый критерий – это у нас постановка вопроса по ведению. Это очень важно. Многие из вас даже не обращают внимания на ведение. Некоторые только пишут два предложения и начинают писать основную часть. Это тоже большая ошибка. Пожалуйста, тоже дополнительно посмотрите те материалы, которые мы вам подготовили по написанию введения. Там должна быть обоснование темы, актуализировать вы должны тему через какой-то там, задавая какой-нибудь вопрос актуальнейший, да, и обязательно там должна быть авторская позиция. Это по-другому называется тезис. Тезис вы будете раскрывать в основной части, но я думаю, я уверен, вот эти вот клише, и идет ваш тезис. Обязательно. И дальше в основной части вы уже начинаете обосновывать ваш тезис. Обобщать общий тезис не надо. Допустим, это должна быть конкретная ваша позиция. Я против искусственного интеллекта, потому что, во-первых, во-вторых, в-третьих, или же ваш тезис: я думаю, что искусственный интеллект оправдан. Почему? Потому что, и в основной части вы начинаете описывать. У многих из вас мы не замечаем вот этого тезиса, основной позиции. Этим и отличается эссе от сочинения. Прошу вас, вот эти вот критерии, если хотите, я вас еще раз повторю, это оформление эссе, во-первых, второе — это язык и стиль, третье — это выражение авторской позиции, четвертое — это логика, изложение, структура, доказательность основной части, и пятое — это постановка вопроса по ведению. Это тема, идея и авторская позиция, тезис. Спасибо вам большое. Я думаю, что вопросов после этого эфира не должно быть, потому что вы очень конкретно и все рассказали. Спасибо вам большое. Теперь обратимся к вопросам, да? Вот мы насчет критериев казахша повторить? Да, можно еще раз повторить. Біз жаңа осы эссенің тексерген кезде қандай негізгі белгілерге, қандай характеристикаларға көңіл аударамыз, сол туралы біз қазір қазақша айтып өтейік. Эссені тексерген кезде ең бірінші біз эссенің рәсімделуіне қараймыз. Эссенің көлемі қалай, келіп тұрма, ол өте аз ба немесе өте тым көп па. Кейбір апелляцияға жіберген жұмыстарда бізге айтады: мен деген 4-5 бетке жаздым, қаншама көркем әдеби стильді ұстандым, бірақ маған сондай дұрыс баға берілмеді деп. Неліктен? Себебі сіздер көлемді өте көп алып қойғансыздар. Мысалы, өзінің несі бар ғой, 250-300 сөз деген. Сол көлемнен аспауға тырысу керек. Және ол көлемнен өте аз болмау керек. Және орфографиялық, пунктуациялық қателерді көп жібермеуге тырысу керек. Шимай шаппақ, өшіру, бүйтіп шимайлау деген жұмыстар өте көп келеді. Сондықтан да ол да эссенің рәсімделуіне өзінің кедергілерін тигізуі мүмкін. Екінші критерий ол эссенің тілі мен стилі. Яғни мәтіннің академиялық сипатта болуы. Бұл жерде эссенің стилі сөздер мен терминдердің орынды қолданғаны. Біз берген материалдардың ішіндегі терминдар, негізгі терминдар қолданған ба, қолданылмаған ба, неше түрлі синтаксистік құрылымдар қалай қолданған, неше түрлі стилистік тәсілдер қалай қолданған, жеткілікті түрде сөздік қоры бар ма, әлде ауыз екі тілде айта салған, жаза салған ба, ол да бізде бағалаудың бір критерийлеріне жатады. Мәтіннің бірегейлігі, яғни плагиатта осы бірегейлік деген уникальность, ол да плагиаттан көшіріп алған ба, басқа бір жерден басқа біреудің айтқан ойын өзімдікі деп айтып тұрма, барлығы осы эссенің тілі мен стилі бойынша критерийлер. Үшінші, қорытындыда авторлық ұстанымның болуы.
өзіңіз байқап отырғандай, біз эссенің әрбір бөлімінің жеке бағалаймыз. Қорытынды қалай жазылды, негізгі бөлім қалай жазылды және кіріспе қалай жазылды. Қорытындыны негізгі бағалайтын біздің негізгі критерияларымыздың ішінде қорытындыдағы авторлық тұжырымның болуы. Авторлық тұжырым жалпы мына негізі кіріспемен байланысы бар ма? Кіріспеде айтқан автордың тезисімен қорытындыда жазған ойы бір-біріне сәйкес келе ма? Логикалық қалай сәйкес келген? Және жалпы осы беріліп отырған тезис, жаңағы автордың тезис, авторлық позициясы жалпы қоғамда, не болмаса осы мәселеге қатысты проблемалар қаншалықты шешілетінін перспективасын, болашағын ұсыну керек қорытынды бөлімде. Яғни қорытынды бөлімде менің арманым, не болмаса мен өзімді тұлға ретінде санаймын, себебі мен билей аламын, ән айта аламын деген. Не болмаса мен мұғалімімді тұлға ретінде санаймын деп, яғни өте бір тар, перспективаны өте тар бересіздер. Перспективаны кең алу керек. Ол қоғам, ол Қазақстан, ол жалпы бізге қоғамға қандай жақсы әсерін тигізеді деген жалпы перспектива болу керек. Келесі критерий ол негізгі бөлімдегі аргументтердің логикалық, себептік, салдарлық байланысының болуы. Бізде жаңа мен сіздерге бағана айттым, эссенің негізгі бөлімін қалай жазу керек деген тақырыпта. Эссе қанша абзацтан тұрады? Әр абзац бір аргументті береді. Аргумент қалай жазылу керек, оны қуаттайтын фактілер қалай болу керек, барлығы жазылған. Және де бұл жерде негізгі бөлімнің құрылымы негізгі идеяны ашу керек. Тақырыптан ауытқымау керек, логикалық қателік жібермеу керек. Мысалы, тұлға тақырыбын алған кезде, жалпы тұлға ретінде айтып келе жатып, сіз белгілі бір, мысалы, елбасының тұлғасын алып, елбасын айтып кетпеуіңіз керек. Елбасы туралы тұлға ретінде басталып, елбасымен біткен, ол үлкен логикалық қате болып табылады. Не болмаса, тұлға деген керемет былай келе жатса, енді өзіңіздің мұғаліміңізді тұлға ретінде дәлелдеп кетесіз. Ол да өте үлкен логикалық қате болып табылады. Тақырыптан ауытқымау керек. Сонымен қатар авторлық дәлелдерді де орынды қолдану керек. Сонымен қатар беріліп отырған біздің барлық дәрістер, видеолекциялар, конспектілерді көшіріп алу, не болмаса ол жердегі айтылған идеяларды маған тек мазмұндама ретінде жазып беру өте үлкен қате, оның бағасы төмендейді ондай жұмыстың. Бұл берілген материалдардың оқу арқылы сіз ой түюіңіз керек, өзіңіздің авторлық позицияңызды ұстануыңыз керек. Бесінші критерий кіріспенің идеяны дұрыс анықтауында. Тақырып және авторлық ұстаным, ол тезис. Өкінішке орай бізде кіріспе бөліміне қалай болса солай көңіл бөлінбейді. Тез-тез бір-екі сөйлеммен жаза салады да, ары қарай негізгі бөлім көшіп кетеді. Олай емес, кіріспе бөлім негізгі тақырыптың өзектілігін анықтау керек. Яғни белгілі статус-кво деп аталады. Ол неге деген сұраққа жауап береді. Не, қалай, неліктен ол өзекті. Өзектіден кейін сіз менің ойымша міндетті түрде, мысалы, жасанды интеллекттің болғаны ақталады. Себебі деп негізгі бөлімде жалғастырып кетесіз. Не болмаса, жасанды интеллект адамның қызмет етуде адамның орнын баса алмайды дейсіз де, негізгі бөлімде ары қарай кірісіп кетесіз. Яғни белгілі бір тезистің нақты қатып қалған сіздің авторлық позицияңыз осы кіріспе бөлімінде анықталады. Біз сіздің тезисіңізді кіріспе бөлімінде іздеуге тырысамыз, бірақ көбінде таппай жатамыз. Сондықтан кіріспеде міндетті түрде тезис анықталады, ары қарай уже негізгі бөлім қорытындымен кетеді. Ол осы кіріспе бөлімін біз 5-ші критерий ретінде анықтаймыз. Яғни байқап отырғандай, бүкіл жан-жағынан келеміз, ішкі структурасынан бастап, ойынан бастап, әрбір бөлімді жеке-жеке критерий бойынша бағалаймыз. Әрқайсының өзінің балы бар. Рахмет. Қойылып жатқан сұрақтардың көбісіне сіз жауап бердіңіз. Қалған сұрақтар сізге байланысты емес. Енді тағы да соңғы рет қайталап кетейік. Дайындық материалдары, берілетін тақырыптың өзі challenge.kz сайтында көрсетілген. Challenge.kz сайтына тіркелген балалар тағы да тіркелмейді. Егер паролін ұмытып қалсаңыз, онда забыла пароль немесе пароль ұмыттым деген батырманы басып, почтаңызға келген хат арқылы кіресіз, немесе challenge.kz сайтының координаторына хабарласасыз. И повторю самые распространенные важные ответы. Все подготовительные материалы, а также
эссе, то есть тема самого эссе, она дана на сайтах iCanat.kz и на сайтах challenge.kz. Пожалуйста, прочтите все подготовительные материалы. Если вы ранее зарегистрировались, то регистрироваться заново не нужно. Если вы забыли пароль, то нажмите на кнопку «Забыл пароль» или же свяжитесь с координатором сайта. Вам спасибо большое, Сізге көп рахмет. Көп рахмет, сіздерге сәттілік.